Үлкен кемеге терең теңіз қажет. Қазақстан тәуелсіздігін алған тұста теңіздей терең мұнайы бар теңіз кен орны жаңа газ өңдеу зауытын іске қосып, алғашқы мұнайын алады. Көпшілік әттегеннен аталған жобаның тәуелсіз Қазақстанның ертеңіне тың серпін беріп, елді дамудың жаңа жолына бастайтын бірден түсінеді. Но в то время самым востребованным во всем мире, также конкурентоспособным, оказался нефть и газ. Десек те сол тұста, яғни осыдан 30 жыл бұрын, болашағынан зор үміт күттіретін кен орны қорын игеруге жоғары қабат қысымы мен құрамындағы күкіртті сутегінің айтарлықтай қол байлау болатындығы анықталды. Газ өңдеу зауытының өндірістік қуатын кеңейтіп, мұнай өндіру көлемін арттыру қажеттігі туындады. Ал бұл міндет миллиардтаған доллар мен бірегей технологияларды қажет етеді. 1993 жылдың 6 сәуірінде Қазақстан мен Шеврон корпорациясы теңіз Шевройл кәсіпорнын құру туралы келісімге қол қояды. Бұл бүгінгі тодағай табыстың тарихи бастауы болатын, содан бері Қазақстан мен Шеврон сенімді серіктестіктің жарқын үлгісіне айналды. Сенімге сызат түсірмей, бірін-бірі қолдау арқылы ғаламат нәтижеге қол жеткізуге болатындығын дәлелдеді. Сол тұста Шеврон корпорациясы өндірісті жүргізудегі оңды тәжірибесімен әлемнің көптеген елдерін мойындатып үлгергенді. Жақсыдан шарапат демекші, әптегеннен safety first, қауіпсіздік бәрінен қымбат сөзі жаңа компанияның басты ұранына айналды. Қазіргі таңда жұмыс басталмас бұрын, егер қауіпті сезініп тұрсақ, жұмысты тоқтатуға кез келген жұмыскердің құқығы бар. Өйткені қауіпсіз жұмыс істеумен бір қатар үйде күтіп отқан отбасымызға аман-есен оралу аса маңызды, одан артық бақыт жоқ. Теңіз Шевройлдың Атырау облысындағы алғашқы қадамының өзі өңірдің әлеуметтік өміріне жылулық әкелгендей болды. Компания қаржысына нан зауыты құрылысы салынып, Атырауға табиғи газ жеткізетін магистраль тартылды. Жылу қазандығы құрылысы аяқталып, су тазарту қондырғысы жаңартылды. Алғашқы жылдардағы әлеуметтік инвестициялар Атырау бонус қор деп аталды. Кейін ел өмірінде өзіндік із қалдырған Атырау бонус қорын игілік деп аталатын кең ауқымды жаңа бағдарлама алмастырды. Күні бүгінге дейін аталған бағдарлама шеңберінде мектеп, аурухана, балабақша, саябақ сияқты 100-ден астам әлеуметтік нысан салынып, ел игілігіне пайдалануға берілді. Ел ертеңі білікті мамандар қолында. Осыны жақсы түсінген компания қазақстандық кадрлардың дамуына инвестиция салуды да ұмытпайды. Қызметкерлер қажетті білім мен тәжірибе алғаннан кейін елге оралып, шетелдік мамандардың орнын басу мақсатында әлемнің түпкір-түпкіріндегі Шеврон бөлімшелеріне жіберілді. Арада өткен 30 жылда негізгі өндірістегі қазақстандықтардың үлесі 1993 жылғы 50%-бен салыстырғанда 95%-ға көтерілді. It's a privilege. We're surrounded by some amazing talent here, and any chance we have to help them grow technically and work with these fine young people it's a privilege. 1993 жылдан бері компания жылдық мұнай өндірісі көлемін 29 есеге арттырды. Бүгінгі таңда өндіріс ауқымын кеңейтудің келесі бір үлкен кезеңі аяқталуға жақын. Озық технологияларды қамтитын келешек кеңею жобасы және ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасы жылдық мұнай өндіру деңгейін 39 миллион тоннаға жеткізіп, теңіз Шевройлды әлемдік көрсеткіштердің алдына шығармақ. Кезінде әкем теңіз газ өңдеу зауытын іске қосты, ал қазір өзім осы өндірісте жұмыс істеймін. Біз теңіз мұнайшыларының екінші буынымыз. 3 тілді жетік меңгергенбіз. Бірегей білім алып, әлемдік деңгейде маман болуға мүмкіндігіміз бар. Біз бір отбасымыз.
компанияның даму қарқыны оның қоршаған ортаны қорғау принципіне берік екендігін дәлелдейді. Мәселен, газдалауда жағуды қысқарту бойынша компания әлемге көшбасшы ретінде танылды. Ал 2022 жылдың соңына қарай өндірілген шикі мұнайдың 1 метрикалық тоннасына шаққандағы шығарындылар 2000 жылмен салыстырғанда 75%-ға азайды, және де пайдаланылған судың 50%-дайы қайта өңделді. Теңізшевройл өткен 30 жылда қазақстандықтар үшін жүздеген мың жұмыс орнын ашты, және де отандық тауарлар мен қызметтерді сатып алып, тек Атырау облысында ғана емес, Қазақстанның басқа аймақтарында да экономикалық белсенділікті ынталандырды. 2022 жылы жергілікті қамту бойынша соңғы 6 жылдағы ең жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Яғни даму көрсеткіші 70%-дан асты. Тышуылықтар күн сайын батыс Қазақстанның ми қайнатар ыстығы мен қытымыр қысының қақаған аязына қарамастан мұнай мен газды үздіксіз өндіруді жалғастырып келеді. Бұл олардың Қазақстан экономикасына, Атырау облысының әлеуметтік өміріне және мұнай химия өнеркәсібінің дамуына қосып жатқан күнделікті үлесі. Теңізшевройл қызметкерлері үшін соңғы 3-10 жылдық қарыштап дамудың, межелерді еңсеру мен жарқын жетістіктердің уақыты болып қалмақ. Дәл осы энергия даму динамикасына компанияның болашаққа сенімді қадам басуына мол серпін берері сөзсіз. Ал өндірістің өсіп келе жатқан ауқымы да, іске асырылып жатқан жобалардың техникалық жаңалығы да бәрі Теңізшевройлдың экономикалық прогресті үздіксіз ынталандыруына мүмкіндік береді және әлемдік энергетикалық аренада Қазақстанның бәсекеге қабілетті болуына көмектеседі.